Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге соңға бармай-ақ декретке онлайн заявка тастау керегі қалай болатынын көрсететін боламын. Ол үшін осылай YouGov порталына ECP ключпен кіріп аламыз және ең басты бетте әлеуметтік қамтамасыз ету деген отбасы дегеннің астында әлеуметтік қамтамасыз ету деген батырманы басасыздар. Оған кірген кезде отбасыларға көмек дегенді басатын боламыз. Жүктілікке және босануға әлеуметтік төлем тағайындау деген бірінші тұрған батырмаға кіресіздер. Онлайн сұрау батырмасын басасыздар. Бұл жерде бізде 4 қадам шығады. Бірінші қадамында өздеріңіздің ЖСН номеріңіз және базаға тіркелген байланыс номерлеріңіз шығып тұрады. Қызмет алу дегенді басамыз. Әрі қарай осы жерде сіздің больничный листтеріңіз туралы, жұмыста қай кезде басталды және қай кезде аяқталды туралы мәліметтер шығады. Одан әрі қарай мына жерде төленген төлемдеріңіз, социальный отчислениелеріңіз шығып тұрады. Бізде екінші қадамда бізде банк счеттарыңызды белгілеу керек болады. Қандай банктан счеттарыңыз бар, соны белгілейсіздер. Бізде Каспий банк және жәрдемақы социальный счеттарымыз. Счет түрін таңдап болған соң қол қойып тексеріп аламыз. Міне қол қойып тексеріп алған соң, міне счет номерлеріміз шығады. Соны белгілейміз, птичка қоямыз, кезет деп тұрған жерге. Одан кейін астында жеке кәсіпкер туралы мәліметтерді алуға келісемін деген жерге органдарыңызды таңдайсыздар. Қай жерде орналасқан, сол жерді белгілейсіздер, облыстарыңызды белгілеп қоясыздар. Кіріс органдарыңызды белгілеген соң, бұдан әрі дегенді басатын боламыз. ECP ключпен тағы да қол қойып, үшінші қадамға өтеміз. Бізде міне үшінші қадамымыз бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша жеке шоттан үзіндісін көшірме алу дейді. Одан әрі дегенді басамыз. Төртінші қадамға ECP ключтің екінші файлымен қол қойып, төртінші қадамға өтетін боламыз. Ақпарат тасымалдағыш дегенді таңдаймыз. Міне осылай YouGov пен декретке онлайн заявка тастай береміз. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, қолдап кетіңіздер. Алда көптеген пайдалы видеолар саламын.